Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Infinite Brawlers арнасы және де менің аккаунтым Dak007KZ. Бүгін біз ең алғашқы видео түсірейін деп жатырмыз. Яғни біз бірлік соғысуда, яғни одиночное столкновениеде топ-1 алуға тырысамыз. Бізге лайк басып, каналға тіркеліп, қоңырауға басып отырыңыздар. Ол бізге өзі қолдау көрсетіледі. Біздің персонаждарды қарап отырыңыздар. Бізде барлық жауынгерлер бар деуге болады. Бірақ менің өзім ең жақсы көретін персонажым ол Биби. Осыны таңдаймын деп шештім. Ал топ-1-ға жол ашық. Біздің клубымыз бар. Дәл осы қожалар клубына тіркелулеріңізді сұраймын. Және де осы видеоның комментіне сіздер өздеріңіздің айдилеріңізді жазу арқылы мені таба аласыздар. Мен сіздермен бірге қосылып ойнаймын деп шештім. Яғни келесі ойындарда біз сіздермен қосылып ойнауға тырысамыз. Сәлеммен, Infinite Brawlers арнасы, біз ойынды бастаймыз. Жанымызда бүкіл жауынгерлер мықты. Анау шабуылдап жатқан Бо. Иә, 3000 куб жинағанда ғана алуға болады. Бо ол біз 3000 куб жинаған зорнасы біз алдық. Біз орталыққа кіре алмаймыз. Себебі оларды бір-бірімен соғысуларын күтеміз. Сіздерге қай персонаждар ұнайды, соны комментке жазып кетіңіздер. Лайк басуды да ұмытпаңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар, себебі бұл лайк сізге қолдау береді. Оны алуға тырысудамын, бірақ артынан Мортис кетіп қалды. Мортис. Бұл персонаж маған жас кезімнен бастап өте қатты ұнайтын еді. Кішкентай кезімнен. Мортистің супер күші. Екі персонаж өлтірдік. Ал енді бізге сол шығатын соңғы персонаж ол кім? Менің ойымша ол Карл. Сіздердің ойларыңызша кім? Жоқ, бұл Джеки. Сіздің көзін бағана құрдың бірігіп ақмақтық жасаппын. Джекидің супер күші ғой бұл. Топ-1 алдық. Достар, сіздер осы дәрежеге жете алсаңыздар, лайк басып қолдап отырыңыздар. Сізге қанша беретін қараңыздар. Бізге сундықтан не түсетінін сіздерге қызықшап, сондықтан сундықты ашам деп шештім. Қарап отырыңыздар, достар. Жоқ, бұл жерде ерекше ештеңе берілген жоқ, бірақ мен соған да разымын. Видеоны аяқтаймын, келесі кездескенше достар.